тапсырмасын бастайық. Ең бірінші балалар үй тапсырмасына бастайды. Үй тапсырмасына бастайық. Үй тапсырмамызды біз дөңгелек әдісі арқылы мына дөңгелек қазір айналдырамыз. Дөңгелек әдісі арқылы бастаймыз. Бұл жерде бізге көлдің атаулары шығады. Сол көлдің атауларын картадан көрсетіп, кішкене мағлұмат береміз. Көлді біз алдыңғы сабақта осыдан бері көлдер өттік қой. Сол көлдер туралы кішкене мағлұмат беріп отырмыз. Шарт үй тапсырмасына. Тана көлін көрсетеміз. Мәтінді партнер линейканы аламыз. Тана көлі. Тана. Картаның оң есіне қарай тұрамыз, алдында тұрмаймыз. Тана көлі кім? Қайсымыз айтамыз? Тана көлі Африкада орналасқан. Көрсет, Тана көлін көрсет. Көрдік па? Африканың шығыс бөлігінде орналасқан екен, ары қарай. Айта орналасқан. Тереңдігі шамамен 1,5-3 метр. Тана көлі Африкада орналасқан, тереңдігі шамамен 1,5-3 метр, көк Нил өзенінің бастауы ретінде саналады. Тана көлін шығарып тастаймыз. Әйгеріш. Картадан көрсетеміз. Қазақстанның картасын аламыз. Балқаш көлі Азияда, Қазақстанда орналасқан, батыс жағы тұшы, шығыс жағы Қырғызстанда орналасқан, ешқашан қатпайтын керен мөлдір көл. Ыстық көлді. Ара жақтан Қазақстаннан да көрсетуге болады, дүниежүзінің картасынан көрсетеді. Дүниежүзінің картасынан. Ыстық көл, дүниежүзінің картасынан көрсетеді. Кім қымбатшы шығардан көрсетеді. Ыстық мына көрсетеді, дүниежүзін көрсетеді. Білсек, Ыстық көл Қырғызстанда орналасқан. Қырғызстанда орналасқан. Осы жерде ешқашан қатпайтын мөлдір көл екен. Орта Азияда орналасқан. Шартты Балқаш көліне ал тағы. Қайсың шығамыз? Айгерім шығамыз. Чад көлі. Чад көлі Африкада орналасқан, Африканың орта шегінде орналасқан. Осы жерде балар тұрып. Чад көлі Африка құрлығында орналасқан, тұшы Үскірік көл. Ол есептеледі. Не балдар сабаққа қатыспайды? Не балдар не сабаққа қатыспайды? Ораз. Кел сабаққа қатысамыз. Екеуің онсыңдар. Шарт тастады, да? Виктория. Виктория шығыс Африкада орналасқан. Виктория қазір мағлұмат бермейміз. Не маркайдағы. Виктория қақта орналасқан дедіңіз? Шығыс Африкада. Африкада орналасқан. Африка Ең терең жер шамамен 80 метр. Аймақтағы негізгі су көзі және экожүйе өте мынада шер кім танышамыз? Жангелдар. Виктория мағлұмат беріп қойды да, Маракайға мен ер қалды. Қайсының не оқшып беріп бет? Мағысын деп басатыңыз? Маракай.
Маракайба оңтүстік Америкада орналасқан ең терең жері 60 метр. Найзаға ең көп түсетін танымал аймақ. Маракайбаны көрсетейік. Оңтүстік Америкада орналасқан Маракайба. Маракайбаны кім көрсетеді? Маракайбаны кім көрсетеді? Кім көрсетеді? Маракайбаны. Кел, кім көрсетеді? Айын көрсетесің ба? Ал Маракайбаны көлін көрсетейік. Маракайба көлі осы жерде орналасқан. Ол Қара теңізге құйылып жатқан көл болып есептеледі. Қара теңіз емес, өтірік. Қара теңіз қайда? Ары ел ғана қалды. Қазір елге қайтесің? Асыл кел. Эйр көлі Австралияда орналасқан. Жылы бұл уақытында құрғақ тұзды жасқа айналады. Тек жауынды жылдары ғана суға толады. Эйр көлін көрсетейік. Австралия. Австралия құрлығында орналасқан. Ал балалар сонымен үй тапсырмасына қайталап өттік. Бұл біздің алдыңғы сабағымыздағы берілген үй тапсырмасына кішкене болса да мағлұмат алдық. Енді балалар топқа бөлініп алайық. Топқа бөлінейік. Екі топқа бөлінеміз. Арада сіздерге әжемнің жібімен атты топқа бөлінеміз. Бұл жерде қызыл және көк жіптер көрген көрдік па? Осы жерден әрқайсымыз шығып таңдаймыз. Каспий теңізі және Арал теңізі деп бөлінеміз. Шуламай, кесе шығып, топтарды аламыз. Шуламаймыз. Қойды, тез келіп алдын ала беріңіз. Шулап кетпеймін. Меніңді сені көрген. Бірінші топ, Каспий теңізі тобы. Жай қозғасаңда шығады. Бірінші топ, Айының тобы, Каспий теңізі тобы. Кім отыр жасауыз? Қай топ қазір? Не болды, қыздар қаттыласпасаңдар? Қаттыласпаңдар. Екінші топ, Арал теңізі. Жай болса, қаттыласпаймыз. Қандай өтті? Бірінші топ. Ораз. Ол тез шығыңдар балар. Ерамай қаламыз. Мынандай болды. Топқа бөлініп алдық балалар, иә? Екі топқа бөлініп, Каспий және Арал теңізінде топқа бөлініп, енді бұл топта топбасшылармен бүгінгі сабақты жақсылап, жұптық, топтық, жеке жұмыстар жақсылап тапшырады. Енді балалар, бізде желтоқсан айы бірлік және ынтымақ айы болып келеді. Табиғатты қорғауда да, суды үнемдеуде, су апаттарының алдын алуда да бәріне бізге не қажет? Бірлік қажет. Сондықтан бүгінгі сабағымызды осы желтоқсан айының бірлік және ынтымақ айы. Қарай, енді осыдан шыққан ынтымақ және айттық қой, желтоқсан айы бірлік және ынтымақ айы деді. Ынтымақ болмаса су апаттарының алдын алу мүмкін бе? Кәпкет Мороз жауап берейікші. Мүмкін бе? Ақбота? Ынтымақ болмаса су апаттарын алдын алу мүмкін емес. Адамдар бірге бірігіп ешқандай істі де бітіре алмайды, ешқандай апаттың алдын ала алмайды. Ол табиғатқа да зиян, адамның денсаулығына да зиян, тіпті халықтың ішетін тұщы суы да болмай қалуы мүмкін. Ашамыз. Адамдар бірігіп әрекет етпесе не болады? Суды экологиялық мәселелерін шешу үшін адамдар бірігіп жолға іс атқару керек. Бұлай болмаса, су апаттары біздің экологиямызға кері әсерін тигізіп, су тапшылығына әкеп соқтырады. Дүние жүзінде су тапшылығына әкеп соқтырады, иә? Сондай су мәселелерін түсіну үшін бүгінгі сабақта не үйренуіміз керек деп ойлайсыңдар?
бүгінгі сабақта су апаттарының алдын алуды үйренеміз. Және су апаттарының алдын алу туралы білу. Ал бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы сулардың экологиялық проблемалары және су апаттары. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы. Енді сабағымыздың мақсаты су проблемаларын жіктеп, себептерін анықтау, су апаттарын талдау, жергілікті су жағдайын зерттеп, шешім ұсыну. Енді қараңдар, сендерге кішкене ғана су туралы, құрылыс сулардың экологиялық проблемалары туралы кішкене айтып өтейін. Ең бірінші біздің негізгі мәселеміз ол судың ластануы. Түсінесіздер ма? Судың ластануы. Ол суды не ластанады? Завод, фабрика және ауыл шаруашылықтағы тұрмыстық қалдықтар. Су ресурстарының азаюы, мұздықтың еруі, климаттың несі? Өзгеруі. Климаттың өзгеруі. Ары қарай енді біз және айтып қоя сендерге. Бізде ең бірінші суды ауыл шаруашылығы болып тұр, апаттық теңіз болып тұр. Балалар, Қазақстандағы апаттық теңіз болып тұр. Міне Арал теңізі және біз көлде және біз қайсын айтып өттік? Балқаш көлін айтып өттік емес па, Арал теңізі не үшін экологиялық апатқа келді? Себебі бізде көрші мемлекетіміз Өзбекстан мен Түркменстаннан келетін Сырдария мен Амудария сулары бұрын Құдай оған Арал теңізіне алады, су құймайды. Түркменстаннан Амудария өзен десе, Өзбекстаннан Сырдария өзен келеді. Бұл жан-жақтағы өзеннің барлығында ауыл шаруашылығына суды не істейді екен? Пайдаланады. Сырдария өзенін біз күрішке пайдаланамыз және де мақтаға пайдаланамыз. Бұл өсімдіктің барлығы суармалы өсімдіктер. Суды өте қажет ететін өсімдіктер. Енді ауыз су сапасының нашарлауы. Ауыз су дегеніміз біз жер асты несін аламыз? Суын ішеміз. Адамдар жер асты суын ішпейміз ба? Соның сапасының нашарлауы дейді. Пайда болу себептері. Енді біз айтып отырмыз, негізгі мәселелер болса, осылардан және пайда болу себебі. Адамның шамадан тыс суды пайдаланамыз. Бағана да айттық қой біз, адамның шамадан тыс пайдалануы, сосын ластаушы заттарды өзен көлдерге көп тастаймыз, орманның азаюы және топырақтың эрозиясы, және су лас болса, жер астындағы суды біз айттық қой, пайдаланамыз деп адам, сол лас болса адамның денсаулығына не келтіреді? Зиян келтіреді. Адам түрлі ауруларға шалдығады. Суды біз көбінесе егін, мал шаруашылығынан шығынға кетеді екен. Су тапшылығы ол жалғыз адам емес, ол әлеуметтік қиындыққа әкеліп соғады екен. Түсіндер ме? Әлеуметтік қиындыққа әкеліп соғады екен. Болады қар тауға көп жауған кезде, тау не бізде? Биікте орналасқан. Ал бізде биіктеген сайын ауа температурасы не істейді? Төмендей береді. Қанша неге төмендейді? 100%. Сондықтан ауа қысылған сайын біздегі мұздықтың барлығы не істейді? Ал кейбір мұздықтар тоң-тоң болып жатады, кейбір биік емес аласа таулардағы мұздықтар қарлар ериді. Ал енді осыны болмау үшін халық не істеу керек? Бөгет, дамбы салу, ол және қасқынның бәрі жан-жақтағы халыққа өте зиянын келтірмейді екен. Зиянын келтіреді екен. Енді сендерге мен осы не туралы, бұл сабағымыз туралы кішкене ютубтан бейне жазып көреміз. Қазақстандағы су қайықтан келеді және біздің Қазақстанда су проблемасы, ол жер шарының проблемасы деген сияқты. Жалпы елімізде 102 текше шақырым су қоры бар, бірақ тең жартысы сырттан келеді. Оған қоса жер көлемі жағынан әлемде 9-шы орында тұрған ел үшін бұл тым аз. Қазақстан жан-жағынан құрлықпен қоршалған, мұхитқа шыға алмайды. Жылдан жылға өршіп бара жатқан су тапшылығының салдарынан еліміз мұхиттан ең алыс орналасқан океанариум емес аквариумға айналып барады. Қазір республика бойынша бізде негізі 8 бассейн бар.
Ол 8 бассейннің жетеуі трансшекаралық өзендермен байланысты. Қызылорда мен Түркістан облыстарының су жүйесі 95% трансшекаралық өзен Сырдарияға тәуелді. Ал Жамбылдағы ағын судың 80% Қырғызстаннан келеді. Батыс Қазақстан болса жылдан жылға тарылып бара жатқан Ресейден өтетін жайыққа қарап отыр. Одан бөлек Іленің басындағы Қытай бар. Сарапшылар 2030-ға қарай Ертіс пен Іленің суын жоғалтамыз деп дабыл қағып жатыр. Оған климаттық өзгерістерден бөлек Қытайдың ішкі миграциялық саясаты себеп. Мәселені еліміздің шығыстағы көршіміз бен трансшекаралық суларға қатысты келісімдердің жоқтығы ушықтырып отыр. Справедливый вот это. Мысалы, мемлекет Қазақстанның су жіберетін уақытты таңдай алмауы. Өткен айда Қырғызстан президенті Садыр Жапаров көршілерге қанша су керек болса, сонша береміз деп мәлімдеуіне сай келісімдер ұсыну керек дейді сарапшылар. Су энергетикалық консорциум барлық үшін қаржылай тиімді, мәселен трансшекаралық өзендер. Сонымен біздің өзендеріміз қандай екен? Несімен әсер болды бүгін сендерге бұл видео? Трансшекаралық өзендер, трансшекаралық өзендер. Біз сендерге алдын сақтады айттым, біз өзеннің барлығын басқа мемлекеттерге аламыз. Қандай мемлекеттер? Ресей, біз Қазақстан ешқандай мұхитқа жақын емес. Тек қана бізге қай мұхит? Солтүстік мұхитын алады ғана, ол Ертіс, Есіл, Тобыл өзендері. Мына тұрған және айтты ғой бізге жан-жақтағы трансшекаралық өзен. Қырғызстанның өзі мына тұрған Жамбыл облысын 80% немен сумен қамтамасыз етіп отыр екен. Сонда Қазақстан мал шаруашылығымен, егін шаруашылығымен айналысу үшін осы жан-жақтағы мемлекеттердің өзендері екен. Енді сендерге қазір екі топтан мынандай алайық. Осы қазір сендерге қалай бұл видео әсерлі болды? Не есіңізде қалды? Екі қыз соткаларымызды ашайық. Бағалау сендер әр қайсысын өз-өздеріңді бағалайсыңдар. Түсінесіздер ғой? Шығыңдар, қыздар бір алып тапсырмаларды алыңдар. Жоқ, бірінші қай топтікі кән ашамыз, екі біртікте. Аша берсе біреу. Су апаттарының түрлерін талдау және алдын алу дейді. Ал, кім шығамыз? Ертен шығыңдар. Қолға бағына. Кетті ма? Бұл балалар өз-өздеріңді бағалайсыңдар. Біртікті жылтысы. Өз-өздеріңді бағалайсыңдар қыздар. Ал тапсырмаларымыз шықты. Құрылық сулардың экологиялық проблемаларын жіберу және шешу жолдары ол Арал теңізінің Каспий теңізінің қай су апаттарын түрлерін талдау және алдын алу шараларын ұсыну. Енді міне нелеріңді алыңдар, тапсырманы берем, дескриптормен берем, қоса сендерге дескрипторға мән беріп отырамыз. Түсінікті ғой? Алдарында нарада тапсырмасына дескриптор қоса тұр, осыған мән береміз. Бәріне бағалау жетті, өз-өзімізді бағалап отырамыз. Өз-өзімізді бағалаймыз тағына. Ана жерде аты жөндеріңді, күнін жазып қойыңдар. Ал тез-тез 3 минут жететсеңдер, балалар, 3 минут беріп, ал 3 минут беріп, тез постер қорғаймыз. Сосын бұндарына алдарында плакат қой, осы плакаттың орындаймыз. Барлығымыз бірге жұмсаймыз. 3 минут балалар, 3 минут. Үлгеремай қаламыз қазір. Айын тастаңдар бұл қазір. Алдарына да берім ол тапсырмаларды, орындай берейін. Алдарында да дескрипторге қарап, орындай берейін. Мен тапсырмаларды неге неғылары алдарынан маркер, фамасия кетті. Сендерді құрық сулар экологиялық проблемалар. Бұл ертіс, есіз, жайы туралы мағлұмат беріңдер сендер су апаттарының түрлері және айтып тұр, сендер тасқын сияқты соларды аламыз. Су апаттары туралы береміз. Сендер тасқын
суреттерге ғой, сол және ғана айттыңыз, сел, тасқын, сол туралы мағлұмат дейсіз бе? Мұздықтардың еруі, мұздықтардың еруі жазылады. Дұрыс айтасыз, мұздықтардың еруі. Мен айтып өттім ғой сендерге. Сосын бағанада видеода да көрдіңдер. Мұздықтардың еруі, дұрыс айтады қымбат. Сағына. Каспий тобы болды. Каспий тобы болды. Бәріміз көріп шығар. Тыңдаймыз, бір-бірімізді тыңдаймыз. Тасқын түрлеріне сел жатады. Селдік болып қалу, қардың еруі. Аласа таулардағы қардың мұздықтарының еруі. Қарғырай. Селдің тоқтауы, өзендегі мұздың қалыңдығы. және күннің күрт бұзылуы. Күннің күрт. Ол әсіресе қай ай кезінде болады? Көктем айында болады. Біздің солтүстік Ертіс, Есіл Тобыл өзендерінің мұздары, иә, қалыңдықтары. Желқұма. Желқұма ол желдің бағытының күшті болуы. Жел қатты соққан кезде ол өзен көлдерге әсер етеді, сол туралы. Аяна сен айтамыз. Су тасуы, мұздың тартын еруі және өзен арасынан асып тасуы. Және де айта ғой. Сел қардың еруі, жауын-шашын көлемі. Болдық па? Жақсы. Құрлық суларының экологиялық проблемалары. Құрлық суы дегеніміз өзен, көлдер. Қазақстандағы өзен, көлдер. Былай тұрамыз, былай. Құрлық суларының экологиялық проблемалар шешу жолдары осы жамбыл облысындағы Талас өзенінің проблемасы өзен жағасына қоқыс тастауы, тұрмыстық қалдықтардың көп түсуінің нәтижесінде Талас өзені ластанып жатыр. Ертіс өзені проблемасы судың ресейдің қасында орналасқаннан үлкен зауыттар орналасқан көптеген қоқыстар және лас сулардың келуі. Ақбаш айта қойшы. Ақбашан ба? Мен айтам. Айта қойса Ақбашан. Не істейміз? Өзендердің. Қыздармен жасадың ғой? Айта бер. Астана қаласындағы зауыт қоқыстарға келіп, Ертіс өзеніне Астана қаласындағы үлкен зауыттардан келіп қоқыстар түседі. Көптеген тазаланбаған, көптеген зауыттан шыққан қоқыстар түскендіктен су ластанып, лайланып басып жатыр. Ертіс өзенінің бастауы қай мемлекетте жатыр? Қай мемлекетте жатыр? Көрші мемлекетіміз Ресейде жатыр. Көп бөлігі қай мемлекетте жатыр? 3 мемлекетті басып өтіреді ғой Ресей. Қандай? Қамна топта айта берейік. 3 мемлекетті басып өтеді Ертіс өзені. Қандай? Қазақстан, Ресей, сосын Қытай. Көп бөлігі қайықта жатыр? Ресейде. Бастауы Ресейде болса, көп бөлігі Қазақстанда жатыр. Аяқталады, Қытаймен аяқталады. Талас өзенінің проблемасы өзен жағасына қоқыстарды тастау себебі тұрғындардың бақылауының аздығы, шешімі қоқыстарда қоқыс шашырын бөлігі және де бақылауды күшейту. Отырамын. Болды па? Жақсы. Сонымен я немесе жоқ деген сұрақтарға жауап береміз. Я немесе бір-бірін өз-өздерін бағалап отырыңыздар, қалай жауап берді деген сияқты. Мен постерді қорғауға өзімді атсалыстым деген сияқты. Алдарына бердім ол бағалауды. Бағалауды өз-өздерін бағалап отырасыңдар. Асасат орындаңдар. Я немесе жоқ. Ақбаша. Бірге орында. Болғандарыңыз кәні бір сұрақтан ашын кәні орындаймыз кәні. Дұрыс емесін кәні айын болыңдар ма? Шоңдар кәні. Кім екеуі? Су тасқыны көбінесе көктемгі қар ерген кезде пайда болады. Иә. Дұрыс па? Дұрыс. Арал теңізінің тартылуына негізгі себеп өзен суларының шамадан тыс егістікте болуы. Иә немесе жоқ?
Болды, отырыңдар. Шық. Білесіз, мұздықтардың еруі су қорының артығына емес, керісінше азаюына әкеледі. Я немесе жоқ? Иә. Ертіс өзенінің ластануы тек табиғи факторларға байланысты болып табылады ма? Я немесе жоқ? Жоқ, отырамыз. Кім? Ақбаша мен Асылзат. Сен көбіне таулы аймақтарда қатты жауын-шашыннан кейін жүреді. Я немесе жоқ? Ақбаша, өндіріс орындарының қалдықтары су қоймаларының ластанудың негізгі себептерінің бірі. Я немесе жоқ? Я отыра ғой. Жангелді Аяна. Су тасқынын толығымен тоқтату мүмкін алдын алу шаралары жеткілікті болса, я немесе жоқ? Аяна, я немесе жоқ? Басай. Жоқ, не деген басай? Жергілікті су көздерін қорғау халық денсаулығына тікелей әсер етеді, я немесе жоқ? Отырамыз. Кіммен? Оразбен Айзере. Сенің Тоқтау өзен арнасында су деңгейінің күрт көтерілуіне себеп болуы мүмкін, я немесе жоқ? Су ресурстарын азаю тек ауыл шаруашылығына ғана әсер етеді, я немесе жоқ? Жоқ. Ал сонымен бәріміз тапсырып қоя? Осыға бәрімізді я немесе жоқ деген тапсырмамен бұл біздің жұптық тапсырмамыз. Тексердік. Енді балалар жеке жұмысқа келейік. Ал сендерге жеке жұмысты әрқайсына өздерінің жеке жұмысына таратып беремін. Бұл жерде құрлық суларының экологиялық проблемасы. Екі тапсырма берілген, өз ойларыңды жазасыңдар. Не істеуге болады? Кітаптарыңды пайдалансаңдар да, оны кітаптарыңда әрқайсысын жеке. Бүгінгі күнді аты жөндеріңді жазып қоясыңдар. Өз-өздеріңді бағалап қойыңдар. Қазір шықтық бәріміз жұптық тапсырмаға, иә? Жұптық тапсырмада бізде қанша балл деп тұр? 2 балл деп тұр, иә? Сол жерге балдарыңды қойып отырыңдар. Міне, тез бар жеке тапсырма. Әрқайсымыз өзіміз орындаймыз. Қай тапсырманы олай, сол тапсырманы жазады? Қайсыңыз болды қыздар? Кім болды, қымбат болдың ба? Оқышкар, оқы. Не деп жаздың кән, сенің ойынша? Бірінші тапсырмаға антропогендік әсер туындайды. Антропоген дегеніміз не? Ол адамның өзі қолынан жасалған адам, сонда не істейді суды? Адам ластайды. Екінші сұраққа судың ластануы, балықтардың қырылуы, су асты тіршілігінің құлдырауы. Бізде суреттер тұр, иә? Сендерде тапсырмада сурет тұр. Балықтарды, иә? Балықтарды не алған? Балықтар өнеркәсіптен аққан суатын жоқ өлі бар. Ол өнеркәсіпте келетін судың барлығы химиялық, иә? Химиялық. Соның барлығы не істейді? Балыққа уланады. Сосын ол судың бетіне шығады. Сол өлген балық не істейді? Ауаны ластайды. Ол ауа ластанғаннан кейін адамның денсаулығына да зиян келеді. Үшінші, талас біздің тұрғылықты жерімізде талас өзенінің ластануы ең маңызды мәселе. Оның ластануы өнеркәсіп қалдықтардың құйылуы. Оның шешім жолдары тазартқыштарды қайта жаңалау, және де су ресурстарын ластамау. Су ресурстарын ластамау. Ал мақұл болмайды. Жеке тапсырманы неғылды. Енді сендерге тапсырма функционалдық сауаттылық балаларына тапсырманы кәні оқиықшы. Бір топтан оқиықшы. Біреуіміз. Қайсымыз оқимыз? Өзім оқи берейін ба? Сенің өңіріңдегі өзеннің жағасында орналасқан ауылдар соңғы жылдары
жылдары су сапасы нашарлап, иісі күшейіп, балықтар азайып кеткен. Тексеру нәтижесінде өзенге бірнеше жеке шаруашылықтың ақба суы құйылатыны анықталды. Сонымен қатар ауыл жастарының өзен жағасына қоқыс тастауы да мәселесіне күрделендіруде. Ауыл әкімдігі жағдайды реттеу үшін тұрғындардан ұсыныс жинауға шешім қабылдады. Сен мектеп оқушысы ретінде осы мәселеге қатысты өз ұсынысыңды жазуың керек. Кәні осыған дәптерлеріңе бүкіл сен мектеп оқушысы осы ауылдағы өзендегі суға балықтар қырылады. Не істер едіңдер? Өз ойларды кәні жазамыз. Бір минут жетеді. Бір 4-5 мен осындай жасар едім деген сияқты. Біреуіміз ғана оқимыз, бәріміз жазамыз дәптерімізге. Менің ұсынысым кәні бір 4-5 ғана сөз ғана жазсақ жетеді. Біз бағынан бері сел, тасқын дегендер жалып қой. Соны нетте кіргізсек болады. Аха. Адам ең бірінші не болу керек? Жауапкершілік. Біз жауапкершілік болу керек. Бұт қоя жазды? Ал оқы. Ақбота оқсын? Менің ұсынысым ақпа суларды өзенге жіберуге тыйым салу, суларға сүзгі орнату, өзен жағасын тазалау үшін сенбілік өткізу, қоқысқа қарсы белгі орнату. Және мектепте оқушыларға суды қалай тазалау керек екенін, қалай оларды сақтау керек екенін үйретсек. Ең біріншіден адам жауапкершілік. Суды ластамауымыз керек. Ласталған суды не істейді? Оны адам денсаулығына зиян береді. Табиғатқа да шығады. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызды бекітейік. Сабақты бекіту сұрағы, мына жерде мына программа арқылы бекітеміз. Сіздерге сұрақ қояды, осы сұраққа ашық жауап береміз. Түсінікті ғой, әрқайсымыз шығып отырмайды. Бүгінгі өткен сабақтарымыздағы сұрақтар, осы сұрақтарға жауап алдық. Осыларға тез жауап береміз. Ал шығамыз, қайсымыз? Тез шығамыз. Су қайсына алсын? Ойбай жауабын айтып қойдың ғой сен бірінші. Су тасқынының ең жиі кездесетін себебі қандай? Қардың күрт еруі. Ал айта ол. Қай сұраққа жауап бересің, сосын сол жауап дұрыс па, дұрыс емес па, соны жауап. Арал теңізінің тартылуының негізгі себебі ол оған құйылып жатқан Сырдария есіл өзендерінің басқа шаруашылыққа бұрылуы, мақта не болмаса бидай шаруашылықтарына құйылуы. Ал мақұл айтамын. Жауап Амудариямен сада кішкене жобасы келеді, егістерге ары қарай тағы да қайсымыз тез ол ораз болмай тез. Керегендер керегендер болсын. Аша бермек керек. Құстардың еруі, Керек болып тұрасың. су тасқыны, арықтардың су тасқыны. Мұздықтардың еруін қандай қауіпке тудырады? Мұздықтар жан-жақтағы не қылады айтсай болды? Ауыл шаруашылығы. Ал жауабын ашшы. Жауап болашақта су қорының азаюы. Сен көбіне қандай аймақтарда болады? Тау аймақтарда шынымен болады. Қандай? Ауылды жерлерде қатты жауын шашын. Шық, кеңдер шығыңдар, бұл шыға кеңдер. Жергілікті суда ластауды азайтуға не көмектеседі? Адамдардың суға қоқыс тастамауы. Аш жауабы. Қазіргі станциялар орнату және жаңалау жобасы бар. Айгер, кел. Тағы қайсымыз? Асыл. Тағы да? Қалдық сулардың негізгі зияны қандай? Қалдық сулар олар темірдерді Ал, дұрыс. Ал, енді бұл қазір сендерге бүгінгі сабағымыздың тақырыбындағы бірлікте малға бірлік емес, ақылға бірлік. Ағайынның татулығы те ниет пен ойдың бір жерден шығуында. Сонымен балалар біз басқа айтқыя біздің неміз
желтоқсан айы қандай ай деп? Бір Жұмақ айы иә. Сол сияқты Абай атамыз бізге не айтты және ең бірінші не деді? Бірлік жауап кешірек. Бірлік болса, не дейді? Табиғатты қорғауға да, сақтауға да ақылмен бәр шешуге болады екен. Енді бүгінгі сабағымыз осымен сендерге бірлік, ынтымақпен толық нелерге ойларына қалды деп ойлаймын. Енді ары қарай бізде рефлексия, бұл кері байланыс балалар, сіздердің алдарыңызда майшам ойыны, көңілі сабақпен байланысты кері байланыс. Бұл жерде қызыл және сары жасыл шырақтар тұрады. Қызыл шырақ мен есімде дым қалған жоқ. Сары шырақ есімде қалды, бірақ ұмыт қала беремін. Ал жасыл шырақ бәріне мен есімде қалды деген сияқты. Кепші, тесе осы жағай қайсымыз тесіз? Қымбатта жасыл шырақ тесіз қыздар. Жандыра келе, жана бере. Қайсыз кел, аққыбаша келді бұл. Құсай аққыбаша кел. Сары шырақ ба, түсінбедің ба бүгінгі сабаққа? Қоя беріңдер. Қол бассын ғой. Бәрін жасыл шырақта, бұл қатты сүймеудің сабақты.